Жасөспірімдердің проблемалары өте көп. Бірақ үлкендер оларды көп жағдайда жеңіл-желпі нәрсе деп санайды. Кейде тіпті мән бермейді. Кейде тіпті бәрін ұнатпайтын кезің болады. Ештеңені жаратпайсың, жының келеді. Тәртіп, ереже, сабақ бәрін жоқ қылың келеді. Біз тіпті өз тобымызда да бөлек адам секілдіміз. Сәнді киінетін, жақсы көңіл күймен жүретін және де табысты балдардың қасында өзімізді әлде қайда төмен санаймыз. Біздер көбінесе өзімізді айдалада жалғыз қалғандай сезінеміз. Ата-аналарымыз таң атқаннан күн батқанға дейін жұмыстарымен жүреді. Әрине, олар бізді өте қатты жақсы көреді, ештеңені аямайды. Бірақ жағдай солай. Сырласып іштегі ойымызды айтайық десек, бізді тыңдайтын уақыттары да жоқ. Сол кезде өзіңе көмек іздейсің. Досың болса, ол саған келіп көмектессе, аталмыш проблема сонда ғана шешілетіндей болады. Өзімізге жақын, жанашыр адамдар үнемі бізбен бірге болса деп іштей армандайсың. Біреу келіп сенің өміріңді жақсартып бермейді. Ондайды ешкімнен күтпе. Қазірден бастап әрқашан бақытты бол.